Қазақ ағайындар, бауырлар, мына 11 жасар қыздарға 1 сәуірден бастап, сентябрьден папиллома ауруына қарсы екпе екпекші. Ол қыздардың жатырына рак ауруына қарсы деп өтірік. Оған Европа, Америка отказ берді. Біздің қазақтарды подопытный кролик жасап жатыр. Сондықтан ол бедеулікке алып келеді. Оны алған қыздар ертең ұлттың санын көбейте алмайды, бедеулік болады. Соған еккізбеңіздер, түгелде қарсы болыңыздар. Мына сатқын врачтарың, мұғалімдерің, полицияларың сендерді қайтсе де штраф салып егуге тырысады. Соған түгелде қарсы тұрыңдар. Егер сендерге ұрпақтарың керек болса, мына бөлінген қазақтар бедейді, менде бөлінеді ғой бұл қазақтар, тәңірші, әйел еркек, анау өтелі сбор деп темірдің көтінен жүрген жүрегіне темір кіріп кеткендер. Солар сияқты бұлар да бөлініп жатыр. Менде ұл бар дейді, қыз жоқ дейді. Ертең сенің келін аласың ғой. Сонда сен ұрпағың тарамайды, соны түсінбей отыр мына тупойлар. Сондықтан түгелде қарсы шығыңыздар, еккізбеңіздер. Және де соған қарсы шығып жүрген Айткүл Самұрзаева ма, Айткүл, содан кейін Карима деген қыздарды қуалап жатыр, қудалап, бала шағаларына тиісіп, сол 70 мыңды көтеріп, сол екпеңдер деп атқан батыр қыздарды қудалап жатыр өкімет, ішкі саясат дегендер. Сендер қудалауларын тоқтатыңдар. Сендер өздерің салдырмайсыңдар, білем. Өздерің салдырмайсыңдар, өйткені ақшамен шешіп кетесіңдер. Қалғандардың бәрі тұқымсыз қалады. Ертең сендер де тұқымсыз қаласыңдар, таяқтың бүріш сендерге тиеді. Бастарын қашады, сендер қаласыңдар. Ертең сотта оласыңдар, соны ойлаңдар.